Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын әрі өте тез дайындалатын сұлы жармасынан дайындалатын печенье рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды саламыз. Қант қосамыз. Лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Екі жұмыртқа саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Сұлы жармасын блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Дайындап алған массамызға қосамыз. Разрыхитель қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Еліктен өткізілген ұнымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр дайын болды. Демалуға 10-15 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 15 бөлікке бөліп аламыз, сонда 15 печенье шығады бізде. Және де видеода көрсетілгендей шар тәріздес формаға келтіреміз. Печеньеларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты, әрі өте тез дайындалуы. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.